неке кыюуга келдик мешитке. Ассаламу алейкум. алейкум. Чувства калай? Күчтөн. Да? Биздин де, Точно күчтүү? биздин де көкүнө караса. Да? Бұйыртса, мысалы некеміз қиын жер жатырмыз. Осы мешітте Ақтөбеде бір ғасыр деген. Куәгерлеріміз сәл-сәл кешігіп жатыр. Халықтан бірдеңе алда жүрсін деп жатсыз, еге бойынша. Не болды? Одноразово никак не. Міне, Осы өттім ма? Иә. Что там? Ау. Істеп тұрсыз. Сізге үйленгім келіп тұр, неке қиын. Кіммен неке? Кәдімгідей шариғатпен ол мен тартып алатын. Болмаса, неке. Неке қидық достар. Теперь? Муж и жена. Да, официально. Official. Құттықтасаңыздар болады. Каспийный номерде. Көтес кетеміз. Ой. Біз деген неке қидық. Және де бізде бүгін куәгер Арука мен Баха болатын еді. Кешіп қалып та Исламбек ағамен қолдас болып. Күбәміз, ребята. Сіздерге де жұмыс болсын енді бұйыртса. Жүре бермеңдер де қой. Кән, кальсаңыз көрсетіңіз. Енді басыңыз бос емес. Иә. Айда шешілмейтін алдым. Отағасы деші енді. Ал отанасы. Осы бізде бүгінгі жаңалығымыз. Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Мен тамақтануға келген болатынмын. Енді Инстаграмнан, ТикТоктан неше түрлі видеолар көріп жатырмын. Қазір ұбт-ның кезеңі болып жатыр екен. Грантқа түскендер, түспегендер анықталып деген сияқты. Негізі менде оқырмандарымның арасында студент қыздар өте көп, кішкентай жасөспірім, мектеп енді аяқтап жатқан қыздар да бар. Соған байланысты бір өзімнің қолдау сторисім болсын деп айтқым келеді. Енді ұбт, ол нәрселер, мектептегі бағалар, алған дүниелер, олардың ешқайсының бір маңызы жоқ деп айтайыншы өмірде. Себебі қанша жерден жай грантқа түсіп жатқандарды, конечно, құттықтаймын. Сол нәрсенің жемісін, сол нәрсенің нанын жеңіздер, бірақ ол нәрсе болмай жатса да, значит, Алла сіздердің бір басқа жолмен, басқа жұмыспен айналысқандарыңызды қалап жатыр деген ұғым. Мысалы, мен де қызылға бітірдім, менде 2 қызыл дипломым бар, бірақ сонда да олар мүлдем қолданбаймын да, жай әйтеуір бір ата-анамнан мақтау сөз естідім болды деген сияқты. Сондықтан қатты бір зацикливаться ететін нәрсе емес. Енді оқуға түсіп жатырған қыздар болса деген сияқты жазып едім, маған дайректке жазсаңыздар, қолымнан келгенше көмектесе алғанымша көмектескім келіп отыр деген сияқты. Маған бірталай қыз жазыпты, енді дайректті аштым, өте көп қыз жазыпты. Өзім де студент болғандықтан түсінемін да ол нәрсенің не екенін. Мен өзім де өзімнің сестрамның, подругаларымның киімін киіп солай жүретін, студент болу өте қиын. Сондықтан бір кішігірім қыздың жанын қыз түсінеді деген сияқты қолдауымды білдіргім келген болатын. Бірнеше қыз таңдап алдым, кәдімгідей үй жайларының фотосын жіберіп отырған. Одан кейін андай болады ғой, бір кішкене қиын халдегі қыздарды өзім таңдап алғаным бар, кәдімгідей доказаны жіберіп отырғаннан кейін бірнешеуіне жазып қойдым. Біреу ғана пока что адресін айтты, қалғандары жауабын әлі берген жоқ. Ертең міндетті түрде курьермен жіберетін боламын. Енді обещать еткеннен кейін ол қыздарды отбасымыз көріп қоймасыншы деген сияқты айтып жатыр. Сондықтан шығармайтын боламын, бірақ болашақта бұйырса міндетті түрде бұндай істерді жалғастырамын деп айтайыншы. Короче, достар, сіздерге бір прикол айтам қазір. Алматыда тұрмайтын адамдар Алматының ауырлығын түсінсін деп айтайыншы. Короче, менің үйімнен адрес 200-6 деген сияқты болып тұр. Сондай метр қашықтықтағы жер. Яндексқа кірем 1980 теңге деп тұр. И арақашықтық бару келу 5-6 минутта. Мен дала ыстық болғаннан кейін отыра салам ғой, короче. Мен ойлаймын басқа жер шығар, алыс жер шығар деп. Оказывается, мен прям пешком барсам 2 минуттық жер екен да. Енді қазір жаяу пешком қайтып бара жатырмын ғой, бірақ келеді таксимен келдім. И такси почти 2000 теңге тұр да. Білмеймін, мен түсінбеймін ше, бензин настолько қымбат па, или қазақ халқы осы Алматының тұрғындары байып кеткен ба. Настолько қарапайым халықты түсінбейді. Білмеймін, я в шоке, честно. Я понимаю, 30 минут, 40 минуттық жерлер болса, но 5 минуттық жерге 2000 теңге. Это просто жесть. И прикол в том, что мысалы бізде Алматыда средняя зарплата қанша, мен қатты дұрыс білмеймін, бірақ енді 250-300 мың теңге шығар енді.
былай средний дейік, оның өзі среднийға жатпайды, үлкен зарплата болып жатады. И үйлер менен көп қыз сұрады, алдында Алматыға келейін деп жатқан қыздар бар ма деген кезінде біразы сұрады, үйлер қанша, солар туралы айтыңызшы деп. Үйлердің бағасы 200 000 теңгеден басталады. Енді баспана болған соң қойшы дейсің ғой, әйтеуір бересің ғой, достойно 30 күн тұрасың. Бірақ бір жерден бір жерге бару настолько қымбат болып кеткен. Это просто жесть, реально. 200 000-ға ито кірген үйің прям ойыңдағыдай болмайды. Білмеймін, ито алыстау райондардан табасың, қаладан, там білмеймін, а қаланың ішінде даже общагалардың өзі 250 000 теңге ғой, представляете? Вообще негізі андай бір шаруам болмаса Алматыда тұрып керек емес сияқты негізі.